Hi there. Today we are going to learn some hotel words and I want you to write down all the words and learn them by heart. Бүгін сіздермен қонақ үйге қатысты жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Барлығын жазып алып, меңгеріп алуларыңызды сұраймын. Let's get started. Reception, reception немесе front desk деп те аталады. Қабылдау. Receptionist, қабылдаушы. Guest, қонақ үйге орналасқан адам. Lobby, қонақ үйге кіргендегі кіреберістегі үлкен аумақ. Check-in, тіркеу. Қабылдау бөліміне барып, қонақ үйге келгендегі тіркелу. Check-out, қонақ үйден шығу. Қабылдау бөліміне барып, қонақ үйден кетіп жатқанымызды айтқан кезде check-out, қонақ үйден шығу болып саналады. Reservation, брондау. Белгілі бір күнге алдын ала бөлме алып қоюды reservation деп атаймыз. Single room, бір орынды бөлме. Double room, екі орынды бөлме. Екі орынды керуеті бар бөлмені айтамыз. Twin room, екі бөлек керуеті бар бөлме. Suite, люкс, қонақ үйдегі ең жайлы, ең сәнді бөлме. Key, кілт. Key card, кілт картасы. Lift, немесе elevator деп аталады. Porter, жүк тиеуші. Pillow, жастық. Towel, сүлгі. Bathrobe, халат. Hanger, ілгіш. Trouser press, шалбарға арналған пресс. Coat, баланың керуеті. Safe, Minibar, Chambermaid, қонақ үй қызметшісі. Бөлмелерді жинаушы қызметкер. Air conditioner, кондиционер. Heater, жылытқыш. Balcony, балкон. Swimming pool, бассейн. View, көрініс. Қонақ үй терезесінен көрінетін жер, теңіз, тауды атаймыз. Floor, қабат. Екінші мағынасы еден болып аударылады. Wake up call, ояту қоңырауы. Белгілі бір уақытта оятатын қонақ үйдің телефон қоңырауы. Bill, шот. Қонақ үй бөлмесіне қанша төлеу керек екендігі жазылған парақ. Room service, бөлме қызметі. Қонақ үйдегі бөлме қызметі бөлмеге сусын, тамақ әкеліп береді. Hotel manager, қонақ үй менеджері. Қонақ үй мен қызметкерлер үшін жауапты адам. Hotel сөзінде hotel емес, hotel деп екпінді екінші буынға түсіреміз. Okay, that's it for today. I'm sure that today's hotel words will be useful for you. Next time we will learn some useful phrases related to the hotel. Please subscribe to my channel in order not to miss other lessons. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қонақ үйге қатысты ағылшын сөздері сіздерге шетелде көмегі тиетініне сенімдімін. Келесі сабақта қонақ үйдегі пайдалы фразалармен танысатын боламыз.
сабақтарды өткізіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бай-бай!